уже шаршатты, халықты шаршатты. Халықтың ішінде мен жеке өзім шаршадым. Не больницаға кіре алмайсың, не емделе алмайсың, не жұмысқа кіре алмайсың, жұмысқа кірсең ставка сұрайды. Ставка бермесең алмайды біздің Тараз қаласында. Ақшаң болса қарайды, ақшаң болмаса қарамайды. Мен уже шаршадым мына өмірден, грубо айтқанда. Балаларымызды дамыту үшін ақша береміз. Тегін домбыра да жоқ. Тегін домбыра бір күй тұрмақ, жарты күй үйрене алмайсың. Бір жылда жүріп балаларымыз сандалып барып, сандалып келеді. Спортқа бере алмайсың. Бәрі тегін емес, өтірік. Тегін берсең сандалып көшеде қаңғырып балаларымыз ұры болып кетеді. Ал ақшалай апарып беретін болсақ, ақшаға апарып беретін болсақ, қарайды, жетістіреді, жетістікке жеткізеді, өтірік медальды береді да. Уже бәрінен де шаршадым. Мен сияқты кімнен аласыңдар? Туған туыстарыңнан, жекжат жұраттарыңнан, құдаларыңнан аласың ба? Алудың қажеті жоқ. Бассейнге бересің частныйға, спортқа бересің частныйға. Қазір бүкіл мектеп частный. Ақша төлесең балаларың білімді, ақша төлемесең балаларыңа общий мектепте қарамайды да. Больницаға ауруға болмайды. Аурасың ба, өлтіреді, өліп қып бетіңді ақ матамен жабады да, үйіңе келеді да, 2 күн кешірім сұрайды. 2 күн кешірім сұрайды, жалынады, жалбарынады, 4 балам бар, 5 балам бар, кешірші деп есігің алдынан шықпайды. Сөйтіп кешіресің, ақша береді, көтіңді ұстап кетеді. Қайттан медицинаның врачтары барып орнына отырады. Сөйтіп қаншама бала, қаншама әйелдер өле береді. Бұл қоймайды. Тем более мен Тараз қаласынан тағы айтам. Ақша, ауырсаң ақша төлейсің, мектепке барсаң ақша төлейсің, спорт үйірмелерге баратын болсаң ақша төлейсің, тегін нәрсе жоқ, тегін нәрсені жібересің, тас та жоқ, балаларыңды ұруға тең етеді, көшеде жүрген беспризорный боласың, сөйтесің де балаларыңды қаңғыртып қайтып алып келесің, болды. Ештеңе біздің Тараз қаласында ештеңе жоқ, тегін нәрсе жоқ, мен айтайын сіздерге. Осыны қолға алыңыздар. Жұмысқа кіресің, ақша сұрайды, медицинаға барасың, ақша сұрайды, бір нәрсе тегін емес.